Қатты шошып тұрмын. Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle каналы. Бүгін сізге аса ұнайтын жалған мәліметтерді түсіріп, өткендегідей шын жақтарын тексеретін боламыз. Ал енді бастайық. Ең бірінші тексерілетін мәліметке бізге керек болады осындай шам, және де біздің күшіміз. Отты мұқты. От керек болады. Әрине. Мәліметте ресейлік телеарналардың бірінде бағдарлама кезінде былай айтты. Шамды қояды, осылай мәліметтің айтуы бойынша тек карате, таэквондо, ушу сондайлардың барлығын ең жоғарғы деңгейіндегі 8-ші дан дедім, 6-ші дан дедім де есімізде жоқ. Қара пояспен адамдар ғана қолдың соққысымен тигізбей, қолдан пайда болған толқынмен осы отты тек қана сол деңгейдегі адамдар өшіре алады. Ал қарапайым адамдар өшіре алмайды дейді. Соны біз қазір тексереміз. Алдымен орнатайық мына жерге. Жалпы интернетте бар ондай нелер, сол карате нелермен шынымен де жоғарғы деңгейдегі спортшылар өшіре алады. Білмеймін, тексеріп көру керек енді. Бір айтатын сөз. Үйде әрине кішкентай балалар осыны тексерейін деп үйлерінде өртеп жүрмеңдер. Кім бірінші бастайды? Бастасын. Давай. Ой. Мүмкін шын шығар, көріп тексерейік. Ал енді жақыннан тексерейік. Міне Али. Дайындалып тұрмын. Міне көріп тұрсыз, қол тимей тұр отқа. Қалай, спортсмен. Сөзім жоқ айтады. Әрине мен жаңа бұны сөндірдім бұл шамды, бірақ менің ойымша мен әлі бұны мүмкін бірдеңкені қата істеп жүрдім. Сондықтан егер ол тағы да өшсе, одан кейін әділ тексергеннен әділде де өшсе, онда мүмкін бұл мәлімет жалған болып қалатын шығар. Бірақ шынымды айтсам мен ойладым бұл жалған емес деп. Ал енді мен тексеріп көрейін қазір. One hour later. Міне, қараңдар, бұлай өшейік. Мастерлар сияқты бүйтеді ғой. Солай. 2 hours later. Шықпайды. Короче, әділ 8-ші данды ала алмайды. 3 hours later. Ой. Міне енді өші сөндірдік әйтеуір. Монтаж кезінде көресіз қанша соққы болған. Оңай емес, бірақ та 6-ші дандағы адамдарға ғана емес, кез келген адам істей алатын сияқты. Жалған мәлімет. Ал енді достар, интернетте міне осындай, білмеймін, жалған ба, жалған емес па? Менің ойымша жалған емес. Бір мәлімет жүр, осындай соктың құралымен негізінде жалпы оны бүйтіп құю керек. Қойған кезде. Бірақ интернетте кейбір жазбаларда негізінде бүйтіп қою керек дейді. Сонда жан жаққа төгілмейді дейді. Міне қазір сізге көрсетейік. Міне экранда қазір пайда болады. Міне осындай схема бойынша құю керек дейді. Сокты. Ал енді соны тексерейік. Алмас міне қазір Алмас біздің оператор түсіріп жатыр. Ең алдымен бисмилля деп өзіміз үйреніп қалған сияқты. Құяйық ішіне. Негізінде шаршамайды. Құйған кезде бүйтіп
кейбір видеороликтерде шайқап нетеді. Қазір тексереміз. Былай құю керек деген. Былай да төгін. Достар, мен түсіндім мынау. Бұл жері, мына жері. Былай мына жерге кетіп қалмас үшін мүмкін солай арналған шығар. Басқандай былай да, мүмкін былай құйса да болатын шығар. Қалай құйса да. Білмеймін енді, жалған ба, жалған емес деп айтуға болатын шығар. Қалай ойлайсыз? Иә, жалған емес. Жалған емес, былай да құйса болады. Келесі жалған мәліметімізде осындай аскорбин қышқылы, яғни витамин С, оны ауырған кезде жейміз, тұмау болған кезде жейді. Ал жалған мәліметке келетін болсақ, кейбіреулер ойлайды, тұмау мен ауырған кезде витамин С-ны, яғни аскорбин қышқылын жесе адам емделуіне көмектеседі деп. Тіпті жалған мәліметте адам күнде аскорбин қышқылын жесе, ауырып жатқан кезде ауырмайды деп айтылады. Негізінде бұл жалған мәлімет. 1970 жылы ағылшындық дәрігерлердің зерттеуі бойынша аскорбин қышқылы тұмау кезінде көмектеседі, бірақ та тұмаумен ауырған кезде адамның ағзасында витамин С тезірек жойыла бастайды, яғни ағзамыз оны тезірек қорыта бастайды. Ол тұмаудың асқынып кетпеуіне көмектеседі, бірақ та тұмауды ол емдемейді. Жей берсеңіз түк болмайды жалпы. Мүмкін гастрит болатын шығар, бірақ та ол тұмауды емдемейді. Ал енді келесі мәліметті тексеру үшін бізге міне шар керек, әлі өрлеп жатыр міне, су керек, осындай құрылғы керек, мына жерден қазір су ағады. Ал енді айтып кетсең біздің мәліметті. Интернетте біз бір гифканы көрдік. Осындай шарды матаға немесе осындай киімге былай уқалаған кезде шарда статика деген құбылыс пайда болады. Статиканың әсерінен электромагнит өрісінен, электромагнит өрісінен осы біздің құрылғыда тұрған баклажкадан су ағады. Сол суға біздің шардың электромагнит өрісімен әсер етеді. Соны сіз көре аласыз. Ал енді бастайық. Сен уқаладың ғой. Мен су құя бер, мен сен суды уқалай берейін. Мынау соған келіп тұр, мына киіп соған уқалады. Судан отыр қазір. Міне. Қараңыз. Бұл электромагнит өрісі, бұл шардың электромагнит өрісінің суға көрсететін әсері. Міне енді дұрыс көрініп тұр. Тексердік. Мәлімет жалған емес. Міне ас үйде тұрған кезде тағы бір жалған мәліметті тексеріп жүрейік. Міне барлығымыз үйінде осындай духовкамыз бар. Және духовканың астында осындай өзін арнайы салатын жері де бар. Көбі бұл жерге ыдыс-аяқ, түрлі табадан табақтарды салады екен. Негізінде ол жалған мәлімет. Бұл жерге ыдыс-аяқтарды немесе табадан табақтарды салмайды. Негізінде алғашында духовканы істеген адамдар бұл арнайы жерді ыдыс-аяқтарға істеген жоқ. Негізінде бұл міне осылай бірдеңке пісірдік, ыстық, шығардық, міне қойдық. Қонақтарымыз келді, қонақтарымыз басқа бөлмеде жүргенше тамағымыз суып қалмас үшін аламыз да, бұл жерге саламыз да жауып қоямыз. Бұл жер ыдыс-аяққа емес, бұл жер тағамдарға арналған жер. Қазір осы тамағымыз суып қалмас үшін негізінде осы жерге салынады. Осы нені жалғастыратын болсақ, ыстық деген әңгімені. Міне қазір сіз бір видеоны көріп тұрсыз қазір. Міне лаваға бір қыз құлап жатыр, күйіп жатыр, жанып жатыр. Шетелдік интернетте қазір ол қатты тарап жүр. Көбі тіпті оны шын деп ойлап жүр. Негізінде достар, ол жалған мәлімет. Міне қазір мен әйтеуір біз іздеп тауып алдық оның шын несін. Негізінде ол ешқандай лаваға емес, ол суға құлайды. Міне қараңыз. Міне қазір экранда шығады, көріп тұрсыз. Суда жанып жатыр. Суда жанып жатыр. Бұны достар бір фотошоппен істеп интернетке салып жіберген. Негізінде лаваның қасында тұрған кезде адамдар үстінде осындай арнайы скафандрге ұқсас киім болады. Ешкім осындай
жай ғана осындай қарапайым киіммен вулкан қасына бара алмайды, өйткені терісі де күйіп қалады, өзіңіз түсініп тұрған шығарсыз. Демала алмайды. Демала алмайды, иә. Бұл жалған мәлімет. Ал енді достар, бүгінгі шармен, шамен және тағы басқа істеген заттарымыз сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз. Өйткені достар, сіздің басқан лайкыңыз біздің каналымыздың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Әне, салют болып жатыр далада. Естіңіз. Міне осындай лайкты басыңыз. Және пазл каналына жазылып, міне мына жерде қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз. Достар, бізде Puzzle Life онлайн YouTube арналарымыз бар. Сол жерге де тіркеліңіз. Instagram, ВКонтакте тобымыз, ол жерге де тіркеліңіз. Өйткені ол жерде күнделікті жазбалар шығып отырады. Барлық жерге жазылып, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Puzzle'ға жазыл.